Өздеріңізге белгілі парламенттік реформаны әзірлеу жөніндегі жұмыс тобы 2025 жылғы қазан айынан бастап белсенді жұмыс жасады. Оның құрамына белгілі заңгерлер, сарапшылар, саяси партиялар және қоғамдық ұйымдардың өкілдері кірді. Осы уақыт аралығында жұмыс тобы барлық ұсынымдарды мұқият зерделеп, жүйеледі. Сондай-ақ азаматтардан келіп түскен ұсыныстарды жан-жақты талдады. Азаматтар өз ұсыныстарында тек бір палаталы парламент мәселесін ғана көтерген жоқ. Осыған орай мемлекет басшысы конституциялық реформа жөніндегі комиссия құру туралы шешім қабылдады. Қазіргі уақытта жұмыс тобының мүшелерінен бөлек азаматтардан 2000-нан астам ұсыныс келіп түскен ерекше атап өткен жөн. Кеңейтілген құрамдағы конституциялық комиссияның құрылу осы уақытқа дейін атқарылған жұмыстың қисынды жалғасы. Сондай-ақ бірнеше айға ұласқан пікірталастар барысында қалыптасқан ауқымды қоғамдық сұранысқа берілген жауап болды. Президент ұсынған мемлекеттік билікті бір палаталы парламентке құрылтайға өткізу, халық кеңесін құру, вице-президент лауазымын енгізу және де басқа да мәселелер жан-жақты әрі кешенді түрде зерделеп пысықтауды қажет етеді.